Қамажай дүкеніне бардық. Қамажай Кешіріңіз, осы уақытта не үшін келуді сұрады? Тоқ айтып кетсеңіз, қалай деп айтты? Мені біреу ұрып кетті деді. Қысқа нұсқаған айтты. Мені біреу ұрып кетті деді. Ал сіз не үшін қажет болдыңыз? Не үшін керек шақырып жатты сонда? Ұрып кетті, жарайды ал. Ұрып кетті, мені алып кетші деді мына жерден. Ұрып кетті деді. Сосын мен қазір барам дедім. Дауысы қобалжыған түрде сондай болды. Көмек керек екенін сезіліп тұрды. Өзім солай ойладым. Сонымен бардым. Дүкен сыртында тұрды Дархан Әскентай. Бетінен қан ағып тұрды. Сонымен мән-жайды Дархан айтты маған. Дарханның өзінен сұрадым. Не үшін, не істеп қойдың сен деп едім. Дүкенін сатушы жаңа баласы ұрып тастады деп сөйтіп қысқаша ғана айтты. Мен мән-жайды толық білу үшін Қамажай дүкеніне кіріп, сатушы Қаржаубайдың өзіне мән-жайды сұрастырдым. Амандасып қал жағдай сұрасып. Сонымен айтты, сенің досың счет төлемеді деді біріншіден. Агрессивный түрде болды. Мен ұрдым деді. Сонан кейін біресе балам ұрды деді. Сосын жарайды, счет төлемесе, мен төлейін дедім. Қанша теңге төлемеді деп едім, 1000 теңге төлемеді дедім. Мен артығы 1500 теңге төледім. Мына жерде енді айтып кетіңізші, Қаржаубай Нұрымов жәбірленуші сізге қандай счетқа төлеу керек екенін айтты ма? Қай Каспиға? Айтты, Каспий болып жазылып тұрды терезеде. Сол жерге төледім, 1500 теңге төледім, бірақ мен келгеніме қарсы болды. Пышақ ұстады, бізге атылды, оқталды. Сонымен мен досым үшін